Оқыс оқиға бүгін облыс орталығында Бақша Сарай кафесінің жазғы бөлігі өртенді. Хабарлама бірыңғай кезекшілік қызметіне таңғы уақытта түскен. Оқыс оқиға сағат азанғы 9-дар шамасында болған. Жеңіс көшесінің бойында орналасқан Бақша Сарай кафесінің жазғы кафесі бөлігі өртенген. Қазір төтеншеліктер жұмыс істеп жатыр. 40 қызметкер, 9 техника жұмылдырылды. Жаңа ғана 2 газ баллоны шығарылды. Әзірге өрттің шығу себебі анықталуда. Тілсіз жау түгелде 2 қабатты шарпыған. Өрт сөндірушілер дереу әрекетке кірісіп, 43 минутта жалынды ауыздықтады. Оқиға электр бағанасы желісінің үзілуі салдарынан болуы мүмкін. Бақша Сарайдың ауласында орналасқан жаздық летний кафе дейміз, бастырмасы бар. Содан өрт ошағы анықталып отыр. Ендігі болжаммен қазір өрттің шығу себебі электр бағана дейміз, көшеде тұрған көше бойындағы. Соның жел әсерінен көршілердің айтуы бойынша сол үзіліп, сол бастырмаға тиді дейді. Бастырманың сыртқы беті кәдімгі перде матамен ілінген болатын. Қызыл жалын лезде келесі тұрғын үйдің ауласына өтіп, сарай өртенген. Төтеншеліктер бұл нысаннан 2 газ баллоны алып шықты. Бұл өрт ошағынан салдарынан әрі қарай келесі қизатып 43 мекенжайда орналасқан үйдің сарайына тиген от. Ол жақтан 2 газ баллоны алып шықты біздің қызметкерлер. Және Бақша Сарайдың ғимаратының өзінен де 2 кислородный баллон алып шықты. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ. Жыл басынан бері облыста 229 өрт оқиғасы тіркеліп, 5 адам жарақат алса, 4 адам қаза тапқан. Еламан Жаматов, Сырым Өтегенов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.